Қайырлы күн, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір өте ерекше резинканың тоқылу жолын көрсетемін. Менде носочный сымдар 2,5 мега 24 жыл алдым. Біздің зор резинкамыздың графигі 3 жіптен тұрады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып достарымен бөлісіп отырыңыздар. Біз бірінші қатарды барлығын 10 тоқып шығамыз. Барлығын 10 тоқып аламыз осылай. Соңғысын осылай теріс тоқимын, айналдырамыз. Бірінші жіпті тоқымай осылай іліп аламын. Одан кейін екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, теріс жағынан жіпті іліп аламын. Бір жіпті тоқымай осылай іліп аламын, біреуін 10 тоқимын. Міне біздің резинкамыздың графигі осы 3 жіптен тұрады. Бір жіпті біз тоқымай осы шетіне қалдырып отырамыз. Енді тағдана екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, екі жіптің ортасынан осы ілмегімізді осылай теріс жағынан алып шығамыз. Біреуін тоқымаймыз, іліп аламыз. Біреуін 10 тоқимыз. Екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, осылай теріс жағынан жіпті іліп алып шығамыз. Жіп тоқымай іліп аламыз. Біреуін 10 тоқимыз. Барлығын қазір осылай тоқып шығамыз. Екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, жіпті іліп аламыз. Біреуін тоқымаймыз. 10 тоқимыз. Жіпті іліп аламыз осылай. Тоқымаймыз. Біреуін 10 тоқимыз. Екі жіптің ортасынан осы жіпті іліп алып шығамыз терісінен. Жіпті тоқымай іліп аламыз. 10 тоқимыз. Қазір барлығын біз осылай тоқып шығамыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достармен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Бұнда резинкамен кез келген тоқыма бұйымдарға қолдансаңыздар болады. Қолғап тоққан кезде, нәски тоққан кезде, кофталардың жеңдерін тоққан кезде осында резинканы қолдансаңыздар өте әдемі. Әдемі көрінетін болады. Ажурныйға да ұқсайды. Іліп аламыз осылай. Біреуін тоқымаймыз. Біреуін 10. Соңғысын біз осылай теріс тоқимыз. Айналдырамыз. Енді біз біреуін теріс, екі жіпті біз бұлай тоқымаймыз. Енді біз ортасынан бірге алып тоқимыз осылай ортасынан. Біреуін теріс, екі жіпті бірге тоқимыз. Екі жіптен бір ілмек шығарамыз. Ортасынан алып тоқимыз. Екі ілмекті бірге тоқимыз осылай ортасынан. Біреуін теріс тоқимыз. Екеуін бірге осылай ортасынан аламыз. Қазір барлығын осылай тоқып шығамыз.
Екеуін бірге, біреуін теріс. Екеуін бірге жағынан алып тоқимыз. Біреуін теріс. Екеуін бірге, біреуін теріс. Екеуін бірге, біреуін теріс тоқимыз. Енді айналдырамыз. Біріншін тоқыма іліп аламыз. Енді екі жіптің ортасынан біз осылай теріс жақ бетінен жаңағындай жіпті іліп алып шығамыз. Жіпті іліп алдық. Мынаны тоқымай осылай босатып аламыз. Біреуін 10 тоқимыз. Екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, теріс жақ бетінен жіпті іліп аламыз. Бір жіпті тоқымай іліп аламыз. Біреуін 10 тоқимыз. Мынаны осылай іліп аламыз. Екі жіптің ортасынан бір ілмек астыға түсіп, жіпті іліп алып шығамыз. Біреуін тоқымаймыз. Біреуін 10 тоқимыз. Жіпті іліп аламыз. Тоқымаймыз. Біреуін 10 тоқимыз. Екі жіптің ортасынан осылай жіпті іліп алып шығамыз. Теріс жақ бетінен біреуін тоқымай осылай босатып аламыз. Біреуін 10 тоқимыз. Мынаны тоқымай іліп аламыз. 10. Біреуін теріс, біреуін 10 тоқимыз. Осылай іліп алдық. Бір ілмекті босатамыз. Біреуін 10. Жіпті іліп аламыз. Осы. Айналдырамыз. Бірінші жіпті іліп аламыз. Біреуін теріс. Екеуін осылай 10 тоқимыз. Теріс. Екеуін бірге 10 тоқимыз. Барлығын осылай тоқып шығамыз. Тоқылу жолы өте оңай. Екеуін бірге, біреуін теріс тоқимыз. Екеуін бірге, біреуін теріс. Екеуін бірге, біреуін теріс. Бізде осында резинка болады. Ажурныйға да келеді. Өте әдемі. Қатты бітіп созылып кетпейді. Өзінің формасын ұстап тұрады. Осындай резинкамен кез келген бұйымға, кез келген тоқылатын бұйымдардың резинкаларын осылай тоқсаңыздар болады. Носкилердің қоныштарын осындай тоқсаңыздар өте әдемі көрінеді. Менің видео аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.